Muhammad aleyhissalatu vassalamды жақсы көру ваджиб екенін білеміз біз. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи вассалам хадисте өзі баяндаған. Айтады алейхиссалату вассалам: "Ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва нас ажмаин." Сендердің имандарың дұрыс болмайды деп жатыр. Қашанға шейін мен оған өзінің әкесі, баласы және адамдардың барлығынан көре сүйіктірек болмағанша имандарың дұрыс болмайды деп жатыр. Демек, Мұхаммад алейхиссалату вассаламды жақсы көру иман иесіне ваджиб. Себебі жақсы көрмесе иманда болмайды ол. Бірақ жақсы көру деген қалай мағынада болады? Жақсы көру ол тілменен ғана емес, бәлкім амалменен болу керек. Содан Ибн Раджаб рахимахуллах, ол Ахлу Сунна вал Жамааттың ғалымдарының бірі, айтады: Наби саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көру ол сыртқы және ішкі көріністе Наби саллаллаху алейхи вассаламға ерудің белгісі. Әрбір мұсылман ла илаха иллаллах деген сияқты Мұхаммаду Расулуллах деп айтады. Солай ма? Енді Мұхаммаду Расулуллах деген сөздің ақиқаты ол Мұхаммад алейхиссалату вассаламға еру.